даниярдың әйелі орыс ұлтынан. Енді біздің бір өкінішіміз, соны өзіміздің Қазақстанға алып, ұлының ұрпағы ретінде бір мүмкіндік жасауға құлық танытпай отырғандығымыз. Ол қазір Москвада тұрады. Енді бұдан әрі қарай біз таратып айтып кетеміз. Біздің музей 3 бөлімнен тұрады. Өздеріңіз ақпараттардан жақсы танысып жүрсіздер. Бала Абай, ақын Абай, кәкім Абай деп, Абайды сақлап оқытуға осы мұражай үлкен мүмкіндік жасап отыр. Өйткені 1942 жылы Мұхтар Әуезов өзінің абайтану бағдарламасын жасаған кезде жоғарғы оқу орнына арнададағы қазіргі мектеп бағдарламасында жүріп жатқан абайтанудың барлығы жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған бағдарламаның желісімен келе жатыр. Ал біздің мектептің ерекшелігі Абайды сақлап оқытып, балалардың жас ерекшеліктеріне қарай Бала Абайдан бастап таныстырып оқытады. Бұндағы, мысалы, қазір тұрған витрина Абай Құнанбаймен таныстырады. Абайдың әкесі Құнанбаймен таныстырады. Құнанбайдың әкесі Өскенбаймен таныстырады. Абай жолы романындағы Құнанбай менен өмірдегі Құнанбайдың ара жігін ажыратып береді. Мысалы, Құнанбайдың шешендігі, Құнанбайдың ақындығы, Құнанбайдың мақал мәтел өзі жанынан шығаратын мақал мәтелші екендігін біз балаларға айтып бере алмай жүрміз. Өйткені біз Абай жолы романына жүгінеміз. Ал Абай жолы романы ол көркем әдебиет. Құнанбайдың өсу жолы, Құнанбайдың аға сұлтандығы, Құнанбайдың сертке беріктігі, Құнанбайдың батырлығы, майзагерлігі, Құнанбайдың айналасы, өзінің әулетіне деген тәлім тәрбиесі, Абайды ұлылыққа тәрбиелеуі, Абайды билермен қақтығыса отырып тәрбиелеуінің барлығының бастау көзі осы Құнанбайдан басталады деп айтып кететін бөліміміз ол бірінші витринада. Бұл Құнанбайды таныстырып кететін бөлім. Абайдың туып өскен жерімен таныстыратын бөлім. Абай 1845 жылы Сырт Қасқабұлақта дүниеге келген деп айтамыз ғой. Сырт Қасқабұлақта күзем алар шақта дейді. Яғни тамыздың аяғында дүниеге келген. Қазір енді біз тамыздың біресе 10 деп, біресе 23 деп жатырмыз ғой. Бірақ негізгі тарихта Арханның естелігі айтады. Ескіше 10 тамыз күні дейді. Ескіше 10 тамыз деп алатын болсаңыздар, жаңаша күнтізбемен қарағанда ол 23 тамызға келеді. Соны дәлелдеп айтып келіп, Абайдың су ішкен бұлағы, Абайдың әжесі Зереден алған тәлім тәрбиесі, анасы Ұлжан туралы айтамыз. Біз Абайдың анасы Ұлжан туралы да толық айта алмаймыз. Сондықтан да соның барлығын тақырыппенен Абайдың әрбір туып өскен жерінен бастап Абайдың тәлім тәрбие алған ортасын түгел таныстырып кететін бөліміміз осы. Абай кішкентай кезінен бастап, енді бұл жерде тағы бір айта кететін дүние, біз Бала Абайды қалай таныстыруымыз керек. Бала Абайдың дүниеге келгендегі азан шақырып қойған есімі Ибрагим болғаны туралы айтамыз. Бірақ оны біз бүгінге дейін енді Мұхтар Әуезовтің заманы қазақтың ауыз әдебиетінен мол сусындаған Абайдың тәлім тәрбиесін қазақ әдебиетімен байланыстыра алған жоқ, өйткені уақыты оны айтқызбады. Ал қазіргі кезде жалпы абайтануды біз 3 кезеңге бөліп қарастыруымыз керек. Абай дәуіріндегі абайтану, кеңес дәуіріндегі абайтану, бүгінгі абайтану деп қарастыруымыз керек. Сол кезде Мұхтар Әуезовтің өзінің Абай жолы романында кіргізбеген шығармасы, айтуға рұқсат етілмеген тұстарының барлығы ашыла түсетін болады. Абайдың негізі есімі аянмен келген. Ешен әулие деген әулие Түркістанға барып түс көріп, енді әулие болғанда өз заманының емшісі болған, балалар емдейтін, әйелдер ауырып сықаған адамдарды ұшықтайтын емші болғандықтан өзінің ауылдастары оны әулие деп атаған екен. Сол Түркістандағы Ахмет Яссауидің әкесі Ибрагим әулиенің басында түс көріп жатып, сол түсін Құнанбайға айтып келген кезде төрде отырған әжесі Зере келесі дүниеге келетін немеремнің атын Ибрагим қояды екенмін ғой деп, Абайдың есімін Ибрагим қойып, содан кейін Абайдың әрбір қадамына сақ болып, Абайдың өзіне әр ісіне, әрбір қадамға сақ бол, өйткені сенің есімің аянмен келген деген сөзді ұқтырып, Абайды 5 жасына шейін тәрбиелейтін ол әжесі Зере болған. Зере өзі өте тақуа адам болған, сөзге шебер, жан-жақты, қазақтың ауыз әдебиетін бойына терең сіңірген даланың данышпаны, бүкіл ұрпақты тәрбиелеуге үлкен үлес қосқан өз ауылында ол кісіні кәрі әже деп атаған екен. Өз ауылында мысалы әйелдер арасында, балалар арасында бір дүние болатын болса, міндетті түрде Зере әжемен ақылдасып, сол кісіні басшылыққа алып отырған екен. Сол туралы айтып кететін бөліміміз. Сосын Абайдың сүйікті ойыны тоғызқұмалақ, асық, дойбы, бұлардың барлығы ойдың ойыны. Абайды кішкентай кезінен бастап, жалпы біздің қазақтың тіпті кез келген ойынның өзі жай ғана емес екенін айтып түсіндіріп кететін бөліміміз осы.
қабілетті арттыруға, жадыны сақтауға, жаттау қабілетін нығайтуға, жылдам ойлауға ең басты құрал ол тоғызқұмалақ асық. Ол туралы біз бөлек айтамыз. Енді уақыт тығыз болғанда мен әлі 24 витринаны түсіндіріп кетуім керек. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар. Алдағы уақытта сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. 5 жасында Есіктан мектебінен сауат ашқан Абайды 10 жасында әкесі Құнанбай Семейдегі 14 мешіт медресенің ішіне саналатын Ахмет Риза медресесіне оқуға береді. Құнанбай өзі жетектеп алып келіп 14 мешіт медресенің ішінен таңдап жүріп, ең білімі терең, жан-жақты білім беретін, баланың ертеңіне болашағы зор деп Ахмет Ризаның медресесіне береді. Құнанбайдың өзі ертіп келіп береді. Оны Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында айтпаймыз. Абай жолы романы тек Абайдың Ахмет Риза медресесінен қайтып келе жатқандағысымен ғана суреттеледі. Соғанға дейінгісін біз Әрханның естелігі, Ақаттың естелігі, Кәкітайдың естелігі арқылы бала Абайға әкеліп отырмыз. Өйткені бала Абай олтың. Сол кезде, мысалы, Ахмет Риза медресесіне Абайды алып келгенде, Абай 10 жасында еді. Сол 10 жасында өзімен бірге, шәкірттермен бірге Семей көшесінде кетіп бара жатқанын көрген Айдауыл өзбектің бір көріп келіп, Абайды көріп бірден тоқтай қалып, басы көнектей, бөксесі сенектей, құлағы шұнақ, кеудесі аққан бұлақ қазаққа бұдан артық не керек деп баға берген екен. Яғни 10 жасындағы Абайдың қалыптасып қойған туралы айтамыз. Біз балалардың болмысын қалыптастыра алып жүрміз бе деген сұрақты осы жерде қойып, осы витринада біз балаларға бала Абай өзінің жолы, алатын білімі, болмыстың қалыптасуы, адамдыққа қадам, біз барлығын осы жерден айтамыз. Абайды 13-14 жасында Ахмет Риза медресесінен қайтарып алған Құнанбай, Аға Сұлтан Құнанбай өзімен бірге Абайды Қарқаралыға алып баратыны бар. Сол Қарқаралыға барғанда Абай билердің талқысына түседі. Мына жерде сіздер Қарқаралы бөлімін көріп тұрсыздар. Қарқаралыдағы Абай түскен үй, әлі күнге шейін көк шатырлы үй, сол қалпын сақтаған. Қарқаралыға егер бара қалсаңыздар, бұл үйге бас иіп қайтуларыңызға болады. Абайдың балалық шағы өткен бір қыз осы үйде жатқан, мынау Абайдың үйі. Абай түнеген, Абай түскен үйде. Қарқаралыда Құнанбайдың мешіті бар, өздеріңіз білесіздер. Бұл жер Құнанбай мен Абайдың байланысы, Абайдың билермен қақтығысқа түсуі, Абайдың есею жолы, Абайдың ақ пен қараны, жақсы мен жаманды, жат пен қараңғыны ажыратып алатын тұсына бастау болған ол Қарқаралының сапары. Біз Абайды айтқан кезде Қарқаралы менен Қарқаралы сапарын, Абай мен Құнанбайдың байланысын көп айта бермейміз. Өйткені біз көбіне Абайға тоқтағанда Абай жолы романын негізге аламыз. Осыменен Қарқаралыға сапар шеккен Абай, әкесі Құнанбайдың ықпалыменен елі басқару ісіне араласады. Сол кезде Абайдың айтатын керемет сөзі бар. Мен ары қарай да білімді жалғастырайын деп едім дейді. Бірақ әке сөзін бұзбаймын. Мен оқымасам да менің артымдағы інілерім оқысын, Қалилолланы оқытуға рұқсат етіңіз дейді. Сонда әкесі Құнанбай рұқсатын береді. Рұқсат, білім жағына сен көмектес, қаражат жағына мен көмектесейін деп. Содан кейін барады да Қалилолланың жаңа Өскенбай болып кететін себебі сол. Өскенбай Қалилолла болып жазылады да Абайдың ағайындарының қатарына қосыла алмай осыменен Абайдың бала Абайдың ғұмыры Ақын Абайға ауысады. Енді біз Ақын Абай бөліміне келеміз. Ақын Абай бөлімінің бірінші витринасы сіздерді Абай менен Семейдің байланысымен таныстырады. Семейге алғаш келген Абайдың түсіп жүрген үйі Бекбай Байысовтың үйі. Бұл жерде Бекбай Байысов туралы айтамыз. Сосын өзі тәрбиелеп оқытқан, өзі қамқорлық жасаған Әнияр Молдабаев деген бала кейіннен банк қызметкері болып жүргенде басында үйінің жоқ екенін айтады да, сол Семейден Мирқұрбан көшесіне бір көпесті үй сатып алып береді. Сатып алып береді да кейіннен өзі Семей қаласына келіп кетіп жүргенде осы үйге өзі түсіп, балалары да осы үйге келіп кетіп жүрген болатын. Абайдың көптеген шығармасының барлығы осы Әнияр Молдабаевтың үйімен тығыз байланысты. Алаштың арыстарына да пана болған үй бұл. Енді Абай шығармашылығында базарға қарап тұрсам әркім барар дейтін өлеңі бар ғой. Сондағы Семей базары қазір әлі бары Семейдің орталығында тұр. Бұл жерде көптеген, бұл жерде Майра да болған, бұл жерде Иса да болған, Біржан да болған, Абайдың ақын шәкірттерінің барлығына куә болған орталық базар осы. Ол кезде енді сахна деген болған жоқ, театр деген болған жоқ. Ол кездегі таланттардың өзінің талантын ортаға салатын бір ортасы ол базар болған.
Абайдың аңшылыққа арнаған өлеңдері көп екенін жақсы білесіздер. Сол аңшылыққа қойылған суреттер қойылған. Семей менен екі ортаны жалғап жүрген Абайдың паром көпірі туралы. Паром көпір деп аталады, Абай жолы романында бар. Абай өткен көпір осы, бұл әлі бар. Біз осы туралы айтамыз. Абай оқыған әдебиеттер туралы айтамыз. Абайдың Семей қаласы саяси жер аударушылардың орталығы болған. Абай зиялы қауыммен араласты, солармен білім алмасты, солардың арқасында, солардың ықпалыменен Абай өзінің білімін шыңдады, нені оқу керек, нені қайдан не алу керек деген сияқты мәселелердің барлығына ықпал еткен ол зиялы қауым болды. Бірақ Абай Михайловспен танысқанда, ол Семейдегі Гоголь кітапханасынан Толстойдың кітабын алып тұрған туралы біз айтамыз ғой. Яғни бұл зиялы қауыммен танысқанда Абай дайын, орыс тілін білетін, талай ғалымдардың кітабын оқыған, әдебиетті оқыған, көзі ашық, зиялы адам ретінде зиялы қауым, сол Семей қаласына жер аударылып келген зиялы қауымды мойындатқан. Сөйтіп жүрген Абай 86 жылы Қарамолада бап қабылдайтынын білесіздер. Бұл да бір тың жатқан тақырып. Абай 144 бап қабылдайды. Семей губернаторының ықпалыменен 3 күн Абаймен сөйлесіп, Абайдың данышпандығына бас иген губернатор онда өзінің ұлтыңа қажетті бап жаз деп Абайға тапсырма беріп, Абай 3 күннің ішінде 144 бап жазып шығарады. Сол бапты кеңеске салғанда 73-ші қабылданады. Қарамоладағы Абай жазған 73 бап деген осы. Бұл тың жатқан дүние. Алдағы уақытта осы 73 бапты біз тарих пәнінің мұғалімдеріменен жалпы Абайды тек қазақ әдебиетіне қана емес, Абай деген ол адамзаттың Абайы. Абайды тақырыпқа бөліп, не болмаса пәнге бөлуге болмайды. Абай кез келген пәнге лайық. Мысалы, тарих мұғалімдеріне Абайдың анау сенатқа жазған хаты, Қарамола съезі, анау болыс болған уақыттарындағы дүниелердің барлығы тарихқа келіп тұрған дүниелер ғой. Соны айтып кететін бөліміміз. Абай зиялы қауымменен араласып жүргенде, Абаймен бірге жер аударылып, Михайловспен бірге жер аударылып келген Долгополов Абаймен танысып, Абай жеріне өзінің денсаулығына байланысты Құнанбай еліне барып емдеп қайтқым келеді деп өтініш жазып, Семей губернаторына Абаймен бірге Шыңғыстауға барып қайтады. Сол Шыңғыстауға барған кезде қазақтың тұрмысына қатты қызыққан Долгополов Абаймен бірлесіп жүріп, бір киіз үйдің 60-қа жуық экспонатын жинап әкеліп өткізеді. Оның барлығының денсаулыққа керемет пайдалы екенін біледі. Өйткені доктор Долгополовтың өзі дәрігер еді. Сол 60-қа жуық экспонаттардың ішінде бар дүниені біз ел арасында музейге қойып отырмыз. Музейдің тағы да бір құнды дүниесі ол Шәкәрімнің келіні Бағиланың бөртпе-шәлісі тұр. Бұл бөртпе-шәлі Семей қаласындағы Абай журналында танымал журналист, қазір өмірден өтіп кетті, Айтқан Махметбекова деген сол жаңағы Бағиланың немере келіні болады. Сол кісінің сандығында жатқан екен. Біз осындағы Абайтану ғылыми-танымдық орталығын ашқан кезде Семейде емес, елордада да ұлылардың иісі шығып тұрсын деп бізге осы бөртпе-шәліні берген еді. Біздің осы музейдің орталығындағы ең бір жаңа орталық музей деп аталуының өзінің басты себебі осындай құнды, қайталанбайтын тарихи экспонаттар бізде бар. Шәкәрімнің әндері нотаға түскен, Шәкәрімнің қолжазбасы бізде бар. Ел арасынан жиналған экспонаттарды біз әркімге түсіндіреміз. Қазақ малды пайдаланған, малдың етін, жүнін, сүйегіне шейін пайдаланған, тіпті мүйізін далаға тастамаған деп айтатын кезде алдыменен қазақтың мал жанама ба деп сұрайды. Себебі сол деп айтып түсіндіріп кететініміз осы. Домбыраның негізі біз білетін 2 түрі бар, негізі домбыраның 3 түрі бар. Абайдың 3 ішекті домбырасы тұмар домбыра деп аталады. Қазір біз ұстап жүрген мына домбыра Абай домбыра деп аталады. Бұл сол тұмар домбыраға жақын домбыра. Одан кейін жамбыл домбыра деп аталады. Домбыралардың да өзіндік әрқайсысының сыры бар. Домбыраның құрылымы, домбыраның ішегі, тіпті мына жердегі ішегінің өзін шайтан ішек деп айтатын себебіне шейін біз, егер қажет десе, домбыра туралы тақырып келетін болса, біз домбыра туралы да түсіндіріп бере аламыз. Әрбір витрина өзі сөйлеп тұр. Сосын кейін астау, қазір енді көпшілік осы астауды пайдаланып жүр. Қазақ өзінің астында пайдаланған астауды кез келген ағаштан емес, еменнен, тобылғыдан, қайыңнан жасайтын болған, олардың барлығының адамның денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазақ оны күнделікті бұл жаңағы айтып отырған ағаштардан ағаштың түрлерінен, емдік қасиеті мол ағаштың түрлерінен жасалған ыдыстарға ыстық тамақты салған сайын, не болмаса сорпа құйған сайын, жаңа етпен бірге өзінің адам денсаулығына қажетті дүниелер
бөліп шығады екен да, біздің бабаларымыздың 80-90-ға шейін өмір сүретіні, ешқандай қазір әлгі буын аурулары деген неше түрлі, ол қазақтың аурулары емес екенін айтып түсіндіріп кететін бөліміміз осы. Абай тек қана ақын болған жоқ. Абайдың қайраткерлігі, Абайдың ұстаздығы, Абайдың шәкірт тәрбиелеуі, Абай тіпті билік басқарғаны туралы біз барлығын айтып келіп, Абай өз заманында тек қана өзі ғана білген жоқ, өзінің ортасын, өзінің айналасын, көзі көрген, бүкіл танымал, бойында таланты бар деген адамдардың бәрін маңайына жинап, өзінің мектебінен өткізіп отырған. Бұлардың барлығы тек қана өлең ғана жазған жоқ. Бұлардың ішінде зергер де бар, бұлардың ішінде ойыншы бар, тоғызқұмалақшы бар, жыршы бар, ертегіші бар, дастаншы бар, осылардың аудармашы бар. Осылардың барлығын Абай өзінің алдынан өткізіп, оларға арнайы тақырып беріп отырған туралы айтамыз. Абайдың 27 шәкірті болған, 27 шәкіртінің әрқайсысын, мысалы Әсет Найманбаев, Әріп Тәңірбергенов, Мұхаметжан, Әлмағамбет, Ақылбай, Тұрағұл, Шәкәрім, Кәкітай, осылардың барлығын бөлек-бөлек тақырып өткізуге біздің мүмкіндігіміз бар. Негізі мектепте жұмыс істейтін музейлер осындай жан-жақты кез келген тақырыпты өзінің атына лайық кез келген тақырыпты тереңдеп айтып беретіндей мәнге ие болу керек деген мәселені айта кеткім келеді. Абайдың туысқандық айналасы, Абай өзінің білгенін, оқығанын, көргенін, болыстық қызметін, кез келген өзінің ордасына басын өткен дүниесінің барлығын тек өзі ғана емес, сонымен бірге өзінің әулетінде дайындап отырған. Абайдың ұрпақтары 1845 жылы Абайдың 100 жылдық мерейтойы кезінде Абайдың ұрпақтарына арнайы стипендия тағайындалған болатын. Біз соны айтып кетеміз. Абайдың Жидебайдағы үйі бұл қазір әлі бар. Абайдың отбасымен түскен 2 суреті ғана бар. Сол 2 суреті қазір бүкіл суреттерге, қазір суретшілерге де бәріне де ықпал еткен дүние. Негізі Абайдың 50-ге жуық суреті болған екен. Бірақ анау қудалау кезінде басымызға бәле болады деп, ұрпақтары ол суреттердің барлығын өртеп жіберген екен. Мына 2 суретті Мұхтар Әуезовке Әлмағамбет қойнына тығып апарып беріп сақтап алып қалған екен. Ол туралы да дерек бар бізде. Енді Шәкәрім туралы бөлек айтамыз. Абайдың ақын шәкірттерінің ішінде ең жұғымсыз Шәкәрім болған. Шәкәрім Абайдың тәрбиесін көрген. Абай дүниеден озар кезінде осы бір өкінішім Шәкәрімді тереңдетіп оқыта алмадым деп өкініп кетті. Сол туралы айтып кететін бөліміміз. Енді Шәкәрім туралы мүлде бөлек. Өйткені Шәкәрімнің алған білімі Абайға қарағанда терең. Өйткені Абайдай ұстазы болды Шәкәрімнің алдында. Ал ендігі бөлім бізді Кәкім Абаймен таныстырады. Кәкім Абаймен таныстырады. Кәкім Абайдың алғашқы витринасы абайтанушы. Алғашқы абайтанушылар Кәкітай, Тұрағұл, Әлиханнан кейін Мұхтар Әуезов. Кәкітай мен Тұрағұл арқылы Әлихан Кәкітай мен Тұрағұлмен танысып, кейіннен Абай дүниеден озғанда 1 жылдан кейін некролог жазған болатын. Яғни орыстарға ең бірінші танытқан ол Әлихан Бөкейханов. Әлихан туралы жалпы алғашқы абайтанушылар туралы айтамыз. Сосын кейін осы Абайдың айналасы, Абайдың ақын шәкірттері арқылы бізге келген жаңалықтар, музыка аспаптарының түрлері, мысалы скрипканы Шәкәрімдер, Мұхаметжандар тартқан болатын. Соған арнайы скрипка қойып отырмыз. Біздің музейдің тағы да құндылығы Мұхтар Әуезовтің шәкірті болған Қай Мұхаметхан туралы өздеріңіз жақсы білесіздер. Қай Мұхаметхановтың қолжазбасы, өзі киіп жүрген көзәйнегі, ұстаған қаламсабы, Абайдың 100 жылдық мерейтойында ұстаған папкасы тұр. Сосын кейін Қай Мұхаметхановтың пайдаланған қолжазбасы туралы жеке-жеке бөлек-бөлек айтып береміз. Семей қаласында Абай куә болған тарихи ғимараттар тұр, бұлардың да өзіндік әрқайсысының орны бар. Содан кейін Абайдың көз түрсінде 2 өлеңі жарыққа шыққан. Қалған дүниесінің барлығы Тұрағұл мен Кәкітайдың жинақтауы мен 1909 жыл Санкт-Петербургтан жарық көргенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол 2 суреті, 2 өлеңінің жарыққа шыққан фотокөшірмесін сіздер мына жерден көресіздер. Мұхтар Әуезов туралы айтамыз. Мұхтар Әуезов Абайға ғұмырын арнаған, 5 жасынан бастап Абайдың өлеңдерін жаттап өскен. Мұхтар Әуезовтың әкесі Әуез, Абайдың айналасы, Абайдың өсу жолы, Абайдың ақын шәкірттері, жалпы Құнанбай еліндегі алғашқы мектепке бастаушы болған адам сол кісі болған. Мұхтар Әуезов өзінің әкесі Әуез туралы айтпайды. Ал Әуездің еңбегі ол ерек. Сол Құнанбайдың ауылындағы балаларды оқытуға
басшысы болған сол әуезді арнайы Түркістаннан алдырып тұрып, Құнанбай арнайы қыста қыстауын, жазда жайлауын, арнайы жерін беріп, өз елінде ұстап, ұрпақтарына үлкен үлес қосқан болады. Мұхтар әуезовті өздеріңіз білесіздер. Абай туралы айтқан кезде, Абай мұхит қой, Абай мұхит болатын болса, сол мұхиттармен шөміштеп қана алғын дейді. Біз сол Мұхтар әуезов алған шөміштеп қана алған ғылымын әлі таусыра алмай жүрміз. Біз алдағы уақытта жаңағы Бала Абай, Ақын Абай, Хакім Абай деп бөлу арқылы Мұхтар әуезовті тереңдете түсіндіре отырып, осыдан ары қарай толық адам іліміне бастайтын жолды көрсетеміз. Яғни біздің осыдан кейінгі кабинетіміз, абайтану деген арнайы кабинет бар. Ол жерде жоғарғы сыныптарға арналған толық адам ілімі деген арнайы электрондық инновациялық кабинет бар. Онда Абайдың өлеңдерін талдап береді, қара сөздерін талдайды, әрі қарай осыдан жалғастырып алып кетеді. Егер Абай шығармашылығында, өмірінде, туысқандық айналасында, балалық шағында, Мұхтар әуезовтің Абай жолы романындағы кейбір қайшы оқиғалардың түсінбей жатқандар керек болатын болса, міндетті түрде біздің орталыққа келіп, содан нақты деректер алып қайтады. Біздің орталықта 2000-нің үстінде экспонат жәдігерлер бар, оның ішінде фотоқұжаттар кіреді, кітаптар бар, газет қиындылары бар. Сонымен бірге мына жерде Құнанбайдың шешекпен ауырғанда Ырғызбай әулиенің басына барып емделіп қайтатыны бар. Сол Ырғызбай әулиенің басынан арнайы келген жермен мен келі келсап тұр, самовар тұр. Бұлардың өзіндік құны бар. Өйткені қазір бұлар кейбір жерде болмаса көп уақытта кездестіре бермейміз, бірақ бұлардың ұлылардың ізі қалған, танысқандардың демі тиген дүние осы жерге тұр. Сондықтан да біз бұлардың барлығы туралы әрбір экспонат деген ол жай тұрмау керек. Әрбір экспонат сөйлеп тұру керек. Әрбір экспонат өзінің дәуірінен мағлұмат беру керек. Музей сонысымен құнды. Сондықтан да ол музей деп аталады. Мұражай деп аталатын себебі ол мұрағаттар сөйлейді. Мұрағатсыз музей қызықты емес. Сондықтан да бізде арнайы мұрағаттар тіркелген журналымыз бар. Келіп кетушілер тіркеліп отырған журналдар болады. Бізде 1900 жылғы омбы архивінен алынған газеттің көшірмесі бар. 1889 жылы алған газеттің көшірмесі бар. Енді оның бір құндылығы, мен енді бұғанға дейін Семейдегі мемлекеттік Абай-қорық мұражайында жұмыс істедім. Бірақ неге екенін қайдам, сол кезде мен өзім архивіме жинап отырдым соның бәрін. Өзім жеке үйде архивім болды да, соның нәтижесімен қазір осы абайтану ғылыми танымдық музей орталығы бір елордаға танымал бай орталық болып тұр. Сұрақтарыңыз болса, мен дайынмын сіздерге жауап беруге. Көп рахмет сізге, Алмахан Мұхамедқалиқызы. Жалпы сұрақтарыңыз бар ма екен? Уақытымыз 4 минуттай уақыт қалыпты. Сұрақтарыңыз болса, Алмахан апай дайынмын дейді. Сұрақтарыңыз болмаса қорытындылайық. Енді көп алғыс айтамыз сіздерге, өзіңіз бастап бердіңіз. Мына бүгінгі шарамызды ашып алғыс айтамыз. Енді келесі жолы өзіңізге жаңағы алғыс хатымызды табыстайтын боламыз орталықтың атынан. Жалпы мен айтайын дегенім, келесі экскурсиямыз бұл 68-ші мектеп гимназия Алаш жолы субъективті музейіне экскурсияға шақырып отыр екен. Ол осындай мұражайларды насихаттап отыру керек деп ойлаймын өз басым. Жандандыру керек қызметтерін, көбірек балаларды шақырыңыздар, жас мұғалімдерді шақырыңыздар, көріп, осы жұмыстарыңызды көріп, тамашалайтындай, жалғастыратындай жалпы ұрпақтарға көрсетіп отырайық. Осындай мақсатта біз жалпы осындай шарамызды бастап отырмыз. Ал енді құрметті ұстаздар, барлықтарыңызға рахмет. Келесі экскурсияға кездескенше сау болыңыздар. Рахмет. Бір ауыз айтып кетейін. Негізі біздің осы мектептің ашылғанына көп болған жоқ қой. Биыл 2 жыл ғана болып жатыр мінекей. Осы орталыққа мен ойлаймын, қала мектептерінің мұғалімдері, зиялы қауым, мынау қаламгерлер, жалпы кім Астанаға келеді,
өзіне қажетті дүниені осында орталық бар екенін біледі, міндетті түрде біздің музейге ат басын бұрып кетеді. Оқушыларға біз міндетті түрде абай сабақ өтетін болса, басқа сабақтар болатын болса, біз осында өткізетінбіз. Енді қазіргі жағдайға байланысты онлайн болғандықтан біз онлайнда сабақ бере береміз. Өйткені әрбір витриналарды таныстырып кетіп отырмыз қазір. Сіздердің тыңдағандарыңызға алғысым зор. Жақсы күндерде, жақсы уақытта жолығып жүріңіздер. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Рахмет барлықтарыңызға, ұйымдастырушыларға, Алмахан апайға, Бибігүл Төлегеноваға көп рахмет. Жақсы. Жақсы болды.